Jamal and Ganja. Бейнеклип жалпы өте әдемі басталады. Қараңғылыққа келген жарықты майшамды ұстап тұрған 20 ғасыр басындағы қазақ зиялыларының қоғам және мемлекет қайраткерлері қатарындағы аса ерекше тұлға Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы Алихан Бөкейханов образындағы Ирина Қайратовна тобының мүшесі Азамат Маркленовтан басталады. Оны аяусыз соққыға жығып жатқан НКВД мүшелерін көруге болады. Бұл кадрлар арқылы сонау 20 ғасыр басындағы барша зиялы қауым өкілдері алашордалықтардың басынан кешкен сұмдық күндерін көрсеткендей, ал мына заманауи киіммен мемлекеттік туы бар белгіні костюміне таққан бұл бүгінгі күннің шенеулігінің бейнесі. Бұл ащы көзқараспен сол шенеуліктің алашордалықтарды естеріне түсіре бергісі келмейтініне сілтеме жасағандай. Енді бұл кадрларды айтпаса да түсінікті, қазақ басынан өткен қаншама қиындық, ал бұл бүгінгі күннің жастары, естеріңізде болса, мына кадрды қайтып көрсетіп жатырмын. TikTok арқылы осы Алихан Бөкейхановтың бейнесіне мазақ жасаған бүгінгі күндегі қазақ жастарын көрсетіп тұр. Ал мына жерге мән беріп қарасаңыздар, сол кездегі 1917 жылы құрылған Алашорданың байрағын көруге болады. Фонда алашордалықтар және олардың көзіндегі мына қызыл логотипқа мән беріңіздер. Бұл Ирина Қайратовна тобымен етене жұмыс істеген отандық дизайнердің логотипі. Сәбит Бейсен есімді дизайнер 2020 жылы 18 қазанда адам қолынан белгісіз жағдайда қаза болған. Бейсен көпшілікке өзінің карикатуралық суреттерімен танымал, мынау солардың бір қатары. Енді жас дизайнердің не үшін өмірден өткені беймәлім. Бейсен қайтыс болғанда топ мүшесі Азамат өз инстаграмына: "Кешір, бізді бір уақыттарда сенімен міндетті түрде жұмыс істейміз, брат, сен біздің қашанда жүрегіміздесің" деген екен. Яғни бұл сол ортақ жұмыстары болса керек. Алаш қайраткерлерінің көзіндегі логотип арқылы Ирина Қайратовна Бейсеннің өмірлік позициясын көрсеткендей. Все злые будто бы учили Слизерин, тезерей. Надо бы по-быстрому отправить визеры. Полный фильм хотим. Бұл жерде Қазақстандағы жемқорлықты көруге болады. Бір шенеуліктің кабинеті, фондағы картиналарда қоңыздың, жүктің суреттері көрсетіліп тұр. Бұл жемқорлықтың белгісі. Мына жерде көріп тұрсыздар, Нұрсұлтан ЛРТ дегенде бір кішкентай баланың қолына береді. Және де сол ЛРТ-ні қалай құрауын білмей отырған, басы қатып отырған баланың бейнесі осы бейнеклипте бейнеленген. Если углубляться, то помимо анатомии, сегодня познакомились с ботаникой. Тағы бір аса мән беретін кадр, делода 2005 жыл 12 қараша самоубийство деген жазуларды көруге болады. Бұл белгілі қоғам қайраткері, саясаткер Заманбек Нұрқаділовтің қайтыс болған күнін көрсетіп тұрғандай, енді мен жеке өзім солай ойлаймын. Сонымен қоса ресми Заманбек Нұрқаділовтің қайтыс болуының себебі самоубийство, яғни өз-өзіне қол жұмсау. Бұл бетперде киіп тұрған бейне Алматы көшелеріне ілінген билбордты бізге еске түсіреді. Естеріңізде болса, өткен жылы үлкен дау туғызған мемлекет тарапынан дайындалған бұл сурет ұрланған болып шықты. Суретте қазақ қызының емес, Филиппин моделінің, тіпті филиппиндік баннердің бейнесі екені әшкереленді. Тікелей эфирінде тек текелер көреді, тебірен теңге әкеледі дегенмен өскен жерінде келейін қойып қойдың көлденен сөзімді қайталайды бүкіл ел. Менде бәрі жақсы, қалыпты он бақсы, бүгін кешкіне сен деп ауыртпайым басты. Хули жаспын, хули кетік бәрін таста. Сондықтан да Қазақстанда бір ғана банда, бұл қазақи пропаганда. 5000 қалтамда, қайдан тапсам да, сенің қалаңда шайқалады орыннан. Сағанда орын бар, армандар орындал соңда. Сенбегендер сорындар, қалтамда тек қана 5К тоқта. Енді бұл бейнекадрлар айтпаса да түсінікті. 2020 жылы 6 шілдеде қаншама адамдар ауруханада қатты сырқаттанып, тіпті өлім оғысында жатқан кездегі мемлекет тарапынан Нұрсұлтан қаласы күніне атылған салют. Бұл бейне клиптағы маған ұнайтын кадрлардың бірі. Қазақстандық шенеуніктердің
Қазақстанның түрлі түрлеріне жатып алған қап-қара киіммен жатқан суреттері және оған ағып жатқан қанның бейнесі, үлкен қара картина, жастардың сол картинаны ақпен бояуы және де бір жаңаша заманның жаңаша жастардың келе жатқанын көрсетеді. Ал бұл жердегі Алдиярдың мұртын алып тастауы да бір енді шын білсін әлуай, бұл туралы жариялағым келмейді. Және де миниклип Қонаев атамыздың сөзімен аяқталады. Аға, не болса да бірге жасайық.